Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып жеті қазына. Жеті қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы философиялық түсініктердің бірі. Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырып, оның ұғымына мыналарды жатқызады. Ер жігіт, сұлу әйел, құмай тазы, берен мылтық, жүйрік ат, ақыл білім, қыран бүркіт. Ер жігіттің жүйрік аты қанаты, қыран бүркіт қуаты, құмай тазысы абыройын асырар сенімді серігі, мылтығы қаһарлы оты, қақпаны серті, ауы әдіс айласы, кездігі сұсы. Халық жеті қазынаны өмір қажетіне негіз етіп таратқан. Қазақ халқының жеті қазынаны жеті ырыс деп атауының да мәні осында. Жеті ырысқа мыналарды жатқызады. Біріншіден, адамның ақылы, ой санасы. Өйткені адамзат ақылы арқылы хайуанаттар дүниесінен бөлініп ерекшеленеді, әрі дүниенің қожасы болды. Екіншіден, денсаулық, яғни дененің саулығы. Үшіншіден, ақ жаулық, яғни үйдегі әйел адам ердің жары, балалардың анасы. Халқымыз ежелден бас екеу болмай мал екеу болмайды деп әйелді тіршілік иесі, адам өмірінің жалғастырушы деп қастерлеген. Төртіншіден, бала адам өмірінің жалғасы, қуанышы. Бесіншіден, көңіл мен пейіл кең болса, ынтымақ пен береке орнайды. Алтыншыдан, жерсіз ұл, ерсіз жер тұл. Жетіншіден, ит, ол әуел бастан-ақ адамға сенімді серік болған. Ал ислам аңызы бойынша жеті қазынаға мыналар жатқызылады. Біріншіден, қысыр, ол өзі ұнатқан адамдарына ғана дариды. Қыдыр дарыған адам байлыққа кенеледі деген түсінік бар. Екіншіден, бақ, ерекше жаратылған құдірет иесі. Бақ дарымайды, қонады. Бақ қонған адам ел мен жерге қожалық етеді. Үшіншіден, ақыл байлық пен бақыттың тірегі. Төртіншіден, денсаулық, деніңізде саулық болмаса, өміріңізде сән де мән де болмайды делінеді. Бесіншіден, ақ жаулық. Дін аңыздары бойынша Алла адамды топырақтан жаратып, жан берген соң адам ұрпағын тарату үшін оның сол жақ қабырғасының біреуінен Хауа ананы жаратқан. Алтыншыдан, тұз Алланың адамдар мен жан-жануарларға берген несібесі, таусылмайтын кені. Жетіншіден, ит, адам мен Хауа ананың алғашқы серігі, қорғаушысы. Осы айтылған ислам аңызындағы жеті қазына Алланың кереметімен ғана болып отырады. Мұндағы мақсат барлық іс Алланың ұйғарымында, құдайсыз қурай сынбайды дегенді білдіреді. Жеті қазына ұғымы басқа халықтарда да кездеседі. Мысалы, грек аңыз-әңгімелерінде жеті қазына басқаша кездеседі. Біріншіден, көк аспан, ол әлем сырын өз шеңберінде сыйғызып, солардың өзіндік қалпын сақтайды. Екіншіден, күн, ол әлемдегі тіршілікті басқарады. Барлық зат күннің шуағынан нәр алады. Үшіншіден, ай, түнгі тіршілік нәрі, ай табиғатты түн тұңғиығында тербеп нұрландырады. Төртіншіден, от күннің жердегі сүлдесі. Отты пайдалану арқылы адамдар дүниенің төрт бұрышына тарады. Ары қарай бесіншіден, сусыз тіршілік жоқ. Су жерге қуат, өсімдік әлеміне, жан-жануарларға нәр, көрік береді. Алтыншыдан, жер тіршілік анасы. Жан-жануарлар мен өсімдік әлеміне көрік, келбет, түр-тұрпат береді. Жетіншіден, ит адам мен Хауа ананың пештен қуылып жерге түскендегі алғашқы серігі, досы әрі қорғаушысы. Сол себепті жеті қазынаның бірі саналады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.